мынандай керемет тақтайшаға қарап отырып бір қызықты информацияларға тап болып отырмын да. Қараңыздар, мына қазақтың 13-ші ханы Есім хан деген хан, қараңыздар, 15-ші ғасырдың соңында хан атанған екен. 1598 жылы өзін хандап сайлаған екен. Сосын одан кейін мына 1628-ге дейін хан болып отырған екен, көрдіңіз бе? Содан кейін 1628-ден кейін мына баласы Жәңгір хан оның хандығын жалғастырған. Сонда мына ортада қараңыздар, 13-те Тұрсын хан деп тұр. Сонда қазақ даласында бір мезетте екі хан болғаны ма деп түсінбестен жаңа интернет көздеріне, жаңа Google-ға тағы да басқа жерлерге кіріп қарап көрсем, мына Тұрсын хан Есім ханға бағынғысы келместен қазақтың оңтүстік өңірінде өзіне бөлек хандық ашқан екен. Көрдіңіздер ме? 14 жыл сол жерде Ташкент өңірін басқарып отырып, сол жерде 14 жыл хандық құрған екен. Сосын Есім хан мынау 27-ші жылы Тұрсын хан соғыста жеңіп, қайтадан бір бүтін қазақ хандығын құрған екен. Сонда көрдіңіздер ме? Бір мезетте екі хан болған екен. Оңтүстік өңірге мына кісінің өзі бөлек жауап берген екен. Сол кезде одан кейін Жәңгір хан бүкіл қазақ даласына жауап берген екен. Көрдіңіздер ме? Қызықты ақпарат, иә? Мына Ташкентті 14 жыл басқарып отқан Тұрсын хан. Осындай керемет тақтайшаны сатып алғыларыңыз келетін болса, қараңыздар, қазақ хандарының 35-і бар. Керейден бастап Кенесарыға дейін. Осы тақтайша небәрі 4000 теңгеге тұрады. Қазақстан бойынша доставкасы бар. Тарих мұғалімдеріне тағы да басқа өзіңізге үйіңізге алып қойсаңыздар, қазақтың тарихын балаңызбен талқылап, жалпы тарихты үйрену үшін керемет тақтайшалардың бірі. Магнитті тақтайша мына алынады, керек артында мынандай магнит бар, мына қойылады, керек жеріне қойып қойсаңыздар болады.